Бүгін мен сіздерге адамның ағзасында йод тапшылығының негізгі 7 белгісін айтып беремін. Достар, 7-ші белгі ең маңызды белгілердің бірі. Сол себепті менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жалпы адам ағзасында йодтың тапшылығы бұрыннан келе жатқан негізгі мәселелердің бірі. 1940 жылдардан бастап біздің қалқанша безінің ұлғаюының себебінен тұздарымызда йодтау процесі басталды. Сосын бір себептермен ол йодталған тұздар жоғалып кетіп, оның орнына теңіз тұздары пайда болды. Өкінішке орай теңіз тұздары йодқа өте аз көлемде байытылған. Ол сіздің күнделікті қажетті мөлшерді, йод мөлшерін ағзаңызға бере алмайды. Және де қазіргі уақытта біздің экологиялық тұрып жатқан, Қазақстан елінде йод тапшылығының негізгі жерлерге жататын экологиялық орталық болып табылғандықтан, біздің өкінішке орай, жерімізде йод тапшылығы ол шөптерде де өте аз деген сөз, малдың етінде де йод өте аз деген сөз. Осының себебінен бізде өкінішке орай жиі жағдайда ағзамның ағзасында Қазақстан халқының арасында өте көп кездесіп жатыр. Жалпы йодтың адамның ағзасында атқаратын қызметі өте орасан зор. Ол біздің гормоналдық қалқанша безіміздің гормоналдық фонына тікелей әсер етеді. Ол когнитивті, ол сіздің салмағыңызға, ол сіздің болмысыңызға және де либидоңызға барлығынан тікелей әсер ететін негізгі элементтердің бірі. Енді негізгі белгілеріне тоқталатын болсақ, бірінші белгі ол сіздің қасыңыздың жандары шеттен алды жағының немесе арт жағының түсіп қалуы. Бұл да йод тапшылығынан болатын белгілердің бірі. Екіншісі, бізде төбе жақтарымызда маңдай шаштарымыздың, әсіресе әйел кісілерде өте жиі түсіп қалуы, төбе шашымыздың мүлдем сирек болуы. Үшінші белгі, сіздердің тілдеріңіз ісінуі, яғни тілдеріңіз ісінгеннен кейін айнаға қараңыздар қазір, тілдеріңіз қараңыздар. Егер тілдеріңізде тістің ізі болатын болса, бұл да қалқанша безінің қызметінің бұзылғандығының негізгі көрінісі, яғни йодтың тапшылығының белгісі болып табылады. Төртінші, біздің бойымызда салмақтың өте қиындықпен кетуі, немесе өте жылдам түрде біз салмақты жинап алуымыз. Бұл біздің ағзамызда метаболизмнің негізгі бұзылғандығының негізгі көріністерінің бірі болып табылады. Бесінші, достар, бұл жерде сіздердің дауыстарыңыздың қарлығып, жағымсыз, яғни тез шаршап қалуларыңыз. Себебі йод тапшылығы кезінде біздің қалқанша безіміз ісінеді де дауыс сіңірлеріне дұрыс жұмыс жасауына тікелей кедергі жасай бастайды. Және де алтыншы, бұл сіздердің үнемі энергияларыңыз болмастан, шаршап, көңіл күйлеріңіздің болмастан жүруі де осы біздің йод тапшылығының әсерінен болуы әбден мүмкін. Енді ең маңызды 7-ші белгіге келетін болсақ, бұл жерде, достар, сіздердің IQ-ларыңыздың когнитивті өзгерістердің өте жоғары деңгейде болуы. Депрессияға түсіп кетулеріңіз, көңіл күйлеріңіздің бірде түсіп, бірде тез құбылмалы болулардың барлығы бұл сіздің ағзаңызда йод тапшылығының негізгі көріністерінің бірі. Және достар, бұл жерде маңызды айтып кететін жағдайлардың бірі сіздің күнделікті ішіп жатқан суларыңыз. Біздің ішіп жатқан суымызда хлор, фтор өте көп мөлшерде болғандықтан біздің жеп жатқан йодтарымыздың ағзамызға дұрыс сіңірілуіне кедергі жасайды. Енді ең маңызды сәтке келетін болсақ, енді йод деп айтып келіп жатқан йодқа қандай тағамдар өте бай болып келеді. Біріншіден теңіз өнімдері, ол балық болсын, ол балдыр болсын, ол шаян болсын, немесе басқа да теңіз өнімдері болсын, барлығы йодқа өте бейім болып келеді. Және де сіздердің күнделікті тұтынатын тұздарыңыз, Гималай немесе Алтай тұзы өте маңызды. Сол тұздарды жейтін болсаң, сіз кішкене болсын ағзаңызды йодқа байытатын боласыз. Достар, сіздерге ақпарат өте пайдалы болды деген ойдамын. Қолда міндетті түрде достарыңызға таратыңыздар. Және де егер сіздер қалқанша безмен тікелей өте сауатты түрде жұмыс жасағыңыз келеді,
келетін болса, бұл жерде мен қалқанша қауқарым атты мықты курсыма сіздерді шақыратын боламын. Сілтеме достар биодан алатын боласыздар.